Қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай компот жасаймыз алмадан. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен алмаларымызды осылай жуып, турап аламыз. Егер осылай ұрылғандары болса, қыздар олай ештеңе етпейді. Қорықпаңыздар. Енді жуып тазаланған кастрюлькамызға суымызды құямыз. Мен примерно 4 литрдей су құйдым. Және 10 штук алманы осылай турап алдым. Енді алмамызды саламыз. Келесі кезекте бізде қант. Қантты шай кесемен 2 кесе қостым 4 литр суға. Енді осыны отқа қойып, астын қаттыға қоямыз да. Қақпағын жауып, қайнағанын күтеміз. Осылай компотымыз қайнағаннан кейін отымыздың астын бәсеңдетіп 15-20 минут қайнатып аламыз. Толықтай қайнап алмамыздың шырыны шығуы қажет. Толық қайнап болғаннан кейін осындай болып шығады. Тек қана суытып, мұздатып ұсына берсеңіздер болады. Видео ұнап жатса, каналым ұнап жатса, тіркеліп, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Ол жақта тағы да басқа пайдалы рецепттер өте көп.